Қадірлі күн достар, эфирде Қажылғызы Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанар Сәрсенқызы. Көлік министрлігінде қазанның соңғы жексенбісінде атап өтілетін автожол саласы қызметкерлері күніне арналған салтанатты жиын өтті. Шарада құрметті жолшы төс белгісі Қажылғызы акционерлік қоғамның вице-президенті Нұрлан Смаиловқа табысталды. Сонымен қатар институт қызметкерлері адал еңбегі мен кәсіби жетістіктері үшін салалық марапаттар мен құрмет грамоталарымен марапатталды. Сала мамандарына арналған кәсіби алаң жолшы Қажылғызы жаршысы журналының жаңа саны жарық көрді. Басылымның мақсаты жол саласындағы ғылыми-техникалық прогресті ілгерілету, сарапшыларды біріктіру және инновациялық шешімдерді насихаттау. Журнал мамандарға тәжірибе алмасуға және саланың соңғы жаңалықтармен танысуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Алматыда институт өкілдері пиар халықаралық конференциясына қатысты. Форумда автомобиль жолдарын тұрақты әрі көміртексіздендіру тәсілдері жаңа материалдар мен технологиялар кеңінен талқыланды. Конференция жол саласындағы үздік тәжірибелермен бөлісуге мүмкіндік береді. Еліміздің өңірлерінде жол саласы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру ісі де жандана түсті. Биыл областық және қалалық әкімдіктер жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармаларының мамандарын курстарға белсенді жіберуде. Мұндай қадамға заңнамалық өзгерістер нормативтік базасын тұрақты жаңаруы, сондай-ақ жолдары салу мен күтіп ұстауда жаңа технологияларды енгізу түрткі болды. Ақтөбе, Қостанай және Қарағанды облыстарының мамандары біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Жыл соңына дейін тағы 100-ге жуық маман сертификат алады деп жоспарлануда. Бұл шаралар мамандардың кәсіби деңгейін көтеруге және сапалы жол инфрақұрылымын дамытуға бағытталған.